Өткенде жәннаттың қор қыздары туралы сөйлесем, біреулер жасанды интеллект арқылы қасыма 3-4 қызды қойып қойыпты да. Мен енді сол видеоны бір жігіттер жіберіп, мен күліп жатырмын да. Енді бұл жәннат қой. Алла тағала өзі Құранда айтқан нәрсе. Кім қаласа сенеді, кім қаласа сенбейді. Әркімнің еркіндік қой. Сондықтан біз альхамдулилля мұсылмандар бұл жәннатқа сенеміз да. Жәннат деген сондай жай ғой. Ол Алла тағала өзі мәңгілік болғандықтан екі нәрсені өзімен бірге мәңгі жаратқанда. Бірінші бұл жәннат, екіншісі Алла тағаланың тозағы. Сондықтан жәннатты Алла тағала ең бірінші жасады, одан кейін тозақты жасады, одан кейін аспанды, жерді, одан кейін адам ата мен Хауаны жасады. Ол екеуін жәннатқа кіргізді, одан кейін жәннаттан осы жерге түсірді. Міне сол адам ата мен Хауадан анадан қазір жер бетіндегі адамның саны 8 миллиардтан асты да. Сондықтан біз мұсылмандар сол жәннатқа альхамдулилля дайындалып жатырмыз. Бұл жеріміз біздің сол жәннатқа мәңгілік мекенге дайындық жері да. Жәннат деген сондай бір жай. Жәннатқа кірген жан ешкім ол жерден шықпайды. Жәннат ол жерден ешкім бір дүниеден өтіп кетем деп не істемейді, уайымдамайды. Жәннатта ешкім қартаймайды. Жәннатта ешкім өлмейді. Тіпті жәннатта ұйықтамайды деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені ұйқы өлімнің інісі, жәннаттықтар ұйықтамайды деген. Жәннаттар ешқашан қайғырмайды, мұңаймайды. Жәннаттықтардың жастарының барлығы тең болады. Ер азаматтардың жасы 33-те болады деген. Жәннаттықтар сіңбірмейді, тіпті қақырмайды. Жәннаттықтар үлкен кіші дәретке шықпайды. Жәннаттықтар жуынбайды. Ол жақта бір бұзықтық істеп қойып, ешкім сотталып, немесе бір ненің алдына бармайды. Жәннаттықтар құлшылықтардан босатылады. Жәннаттықтар намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Сондықтан альхамдулилля осының барлығын осы дүниеде кім істеп кеткен болса, жәннаттықта Алла тағала соның барлығын жәннатта олардан босады дегенде. Сондықтан жәннат барша құлдарының тілеулері орындалатын мәңгілік бір мекен ғой. Сондықтан әлбетте әр намазымызда мұсылман жан аңсаймыз, Құдайдан осы нәрсені сұраймыз. Өйткені енді соншама өмір сүріп, қартайып, дүниеден өтіп кетіп, осымен өмір бітіп қалса деймін да, әлбетте былай обидно ғой бір жағынан. Сондықтан да иншалла жәннаттықтардың мәңгілік, мұсылмандардың мәңгілік мекені болған сол жәннатқа иншалла мұсылмандарды Алла кіргізеді. Біз оған шын сенеміз. Алла тағала баршамызға өзінің жәннатын нәсіп етсін, жақсылар.